Barşаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен күнделікті үй жағдайында дайындалатын мәнпар сорпасының рецептімен бөлісемін. Яғни бұл сорпаның ең ерекшелігі оның құрамына осындай кинза қосылады. Мен кептірілген кинзаны қолданып жатырмын. Яғни свежий кинзаны да қолдансаңыздар болады. Ең алдымен бұл сорпамызға қажет заттар: ет қажет, кез келген ет жарайды. Осындай картоп, сәбіз, сарымсақ, болгар бұрышы қажет, пияз, осындай аскөктер қолданамын. Мен дайын қамырды илеп алдым. Тұзбен суға илесер қамырын қатты қылып илеу қажет. Енді етімізді турап аламыз. Майдалап турап шығамыз. Менеки турап болдық етімізді. Енді қызып тұрған қазанымызға қуырып аламыз. Қызып тұрған қазанымызға алдымен етіміз бен пиязымызды саламыз. Етіміз бен пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей етіміз бен пиязымызды қызарғанша қуырып алды. Міне картоп, сәбіз барлық заттарымызды саламыз. Томат пастасын саламыз үстіне. Жақсылап қуырамыз, барлығын араластырып. Татымына қарай жарты шай қасық тұз қостым. Үстіне салқын су құйдым. Кез келген қайнаған суды қойсаңыздар болады. Мен 1 литр су құйдым. Сорпамызды ішіне еті піскенше жарты сағат қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнап дайын болғанша қамырын жайып. Менде үйде аз адам болғандықтан қамырымды кішкентай қылып иледім. Сіздер осы рецепті 2 есе ұлғайтып көбірек жасай беруіңізге болады. Қамырын қатты қылып жаймауымыз қажет. Орташа қалыңдықта жаюымыз керек. Жұқа қылып жайсақ қамырымыз езіліп кетеді сорпамызда. Мінекей осылай жайып шығамыз. Мінекей қамырымыз осындай қалыңдықта жайылу қажет. Жайып болдық. Осылай ұзыншалап кесіп шығамыз. Кубик қылып тураймыз қазір тағы да. Мінекей осылай кубик қылып турап шығамыз қамырымызды. Мінекей барлығын осылай турап шығамыз. Мінекей қамырларымызды осылай майдалап, төрт бұрыштап турап шықтық. Мінекей сорпамызды қайнап жатыр. Мен осылай қайнап жатқан кезде үстіне салам дәмдеуіштерді. Осылай укропты мен турамай осындай бүтіндей саламын. Үстіне 1 шай қасық кинзамызды саламыз. Осылай қайнап жатқанда салыңыздар кинзаны, сонда дәмі өте керемет шығады. Сорпаның дәмдеуі үшін қостым 1 шай қасық. Енді қамырымызды саламыз. Мінекей сорпамыз қайнап шықты, енді қамырларымызды саламыз.
Мінекей қамырымыздың барын салып болдық. Енді қазанымыздың қақпағын жауып жарты сағатқа баяу отқа қоямыз. Мінекей достар, манпар сорпамыз дайын болды. Өте керемет, дәмді, тойымды кешкі асқа жасауға сіздерге кеңес берер едім. Өте керемет шыққан. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.